Шардар ауданындағы Бердібек Соқпақбаев жалпы орта мектебінде облыстық психологиялық қолдау орталығының жылдық жоспарына сәйкес облыстық тәжірибелік семинар ұйымдастырылды. Шараға Түркістан облысына қарасты 16 аудан, қаладан 70-ке жуық педагог-психолог қатысып, өзара тәжірибе алмасты. Жасөспірім шақтағы қиындықтарды жеңуге бағытталған заманауи психологиялық тәсілдері тақырыбында өткен семинардың негізгі мақсаты психологтарға практикалық әдістерді меңгеріп, оқушылардың психоәлеуметтік әл-ауқатын арттыруға үлес қосу. Ол үшін семинар барысында тәжірибелі мамандар дәріс оқып, үздік жұмыстар қатысушылар назарына ұсынылды. Көбінесе әдістемелер енді дәл біздің өңірде, біздің менталитетке сәйкес қолданылып жатқан, яғни үздік қолданылып жатқан, жақсы нәтиже беріп жатқан әдістемелер көбінесе педагог-психологтар өздері ұсынады. Біз өз тарапымыздан ұсыным береміз. Мысалы, менің қазір баяндамада көрсетейін деп жатқан әдістемелерім көпшілігі халықаралық зерттеулерге сәйкес ғылыми негізделген, сол үлкен зерттеулердің аясында шығарылған әдістемелерді көрсететін болады. Яғни бұл жерде халықаралық озық тәжірибелер де бар, және біздің қолданыста жүрген жақсы озық тәжірибелер де екеуі де бар. Яғни екі жақтан да сапалы дүниені алып көпшілікке ұсыну біздің мақсатымыз. Тәжірибелік семинарда келушілерге Шардар ауданының келбетін көрсетіп, ондағы мамандардың жұмысы да жан-жақты насихатталды. Ол үшін арнайы көрме ұйымдастырылды. Онда Шардар ауданындағы үздік педагог-психологтардың жұмыстары келушілер назарына ұсынылып, оның нәтижелері таныстырылды. Ал аудан келбетін көрсету үшін кітаптан алып кеме жасалды. Ол тек көрнекілік құрал қызметін атқарған жоқ. Келушілер сол кемеден балық аулап, сол арқылы топқа бөлініп семинар басталды. Облыстық семинарда терапиядан бастадық. Осы көрмеге біздің мақ терапиямыз болды, құм терапиямыз және тұз терапиямыз. Сол үш терапияны байланыстыра келе, Шардара ауданы өздері белгілі теңізімен, балығымен, сондықтан біз кітаптан қайықтың макетін жасадық. Және соның ішіне балықтарды сала отырып, балық аулату арқылы біз топқа бөлдік. Бір күнге жоспарланған семинардың екінші кезеңінде қатысушылар балық аулау кезінде анықталғандай топтарға бөлініп, өзара тәжірибе алмасты. Бірнеше бағытта өткен кезеңде қиындыққа тап болған балаларды қоғамға бейімдеу, оларды ата-аналармен қалай жұмыс істеу керектігі сияқты мәселелер мейлінше талқыланды. Қорытындысы бойынша арнайы шешімдер қабылданды. Жалпы семинар барысында аутодеструктивті мінез-құлықты оқушыларды анықтау, олармен жұмыс жүргізу тек оқушылармен ғана емес, ата-аналармен және сол оқушыларға сабақ беретін мұғалімдермен қалай жұмыс істеу керек барыстарында түзету, дамыту сабақтары өтілді. Семинардың қорытындысы бойынша QR-код арқылы кері байланыстар алынды. Тәжірибе алаңына айналған семинар кезінде белгілі болғаны, соңғы уақытта қоғамда ерекше балалардың көбеюіне әсер ететін фактор көп. Соның ең бастысы балалардың өз айналасынан алшақтап виртуалды әлемге еніп кетуі. Ұзақ уақытқа созылған сол әрекет жасөспірімді қоршаған ортадан ажыратып, басқа әлемге жетелейді. Егер дер кезінде алдын алмаса, соңы өкінішті жағдайға жеткізуі мүмкін екендігі айтылды. Бізде мәселелер бар екендігін мойындау керек. Көпшілігі бұл қоғамдағы, тікелей қарым-қатынастың азайып, адамдардың виртуалды кеңістікке кішкене ауысуынан көбінесе туындап келіп отырады. Әлеуметтік желілер болсын, неше түрлі басқа мессенджерлерде болсын, адамдар өзінің көпшілігін, көбінесе жасөспірімдер көбінесе сол жерлерде өзін жақсырақ сезініп, сол жерлерде ғана өзін жүзеге асыруға тырысады. Ал кәдімгі шынайы өмірдегі қарым-қатынасқа түскен кезде шынайы өмірде оларда қиындық туа бастайды. Соның нәтижесінде бізде қазір кейбір олқылықтар, кейбір келеңсіз жағдайлар орын алып жатыр. Орын алу мүмкін келеңсіздікті болдырмау үшін тек қиындыққа тап болған баламен жұмыс істеу жеткіліксіз. Ол баланы қоршаған ортамен толық жұмыс жүру керек. Атап айтқанда, ата-ана, мектеп, оқушының араласатын ортасы барлығымен бір мезетте жүргізілетін іс-шараның нәтижесі жемісті болады. Семинар кезінде қатысушыларға осы жағы кеңінен түсіндірілді. Семинардан мен өзіме альфа ұрпақты тәрбиелеу, отбасындағы балалар, ата-анамен қарым-қатынас тақырыбында өтілген керемет әріптестеріміздің сабақтарынан құнды дүниелер, ақпараттар алдым. Қазіргі күндегі балаларды бұрынғы дәстүрлі сабақпен біз тәрбиелей алмаймыз. Сондықтан жаңашыл тәрбиеде алып жатқан білімдерді мен осы әріптестерімнен ала алдым. Енді облыстық семинардың неліктен шалғайдағы Шардар ауданындағы осы білім ошағында өткенінен тоқталсақ, бүгінде 666 бала білім алатын бұл мектептегі білім мен тәрбие бағытындағы жұмыстары көпке үлгі. Өткен оқу жылы табысты аяқталған мектептің 40 оқушысы биыл аудандық пән олимпиадасында жеңіске жетіп, 8-і облыс кезеңінде бақ сынауда. Ал осы жылғы түлектердің 3-еуі алтын белгіге, бір түлек үздік аттестатқа үміткер. Ұстаздар құрамына тоқталатын болсақ,
92 мұғалімнің 3-еуі шебер, 28 зерттеуші. Оқушылардың бос уақытын тиімді пайдалану мақсатында 7 үйірме жұмыс істейді. Қазір таңда Шардара ауданында жалпы 33 мектеп бар. Солардың қазір таңда 16-сы мақсатты мектеп тізіміне енген, ал біздің Бердібек Соқпақбаев мектебі тірек мектептердің қатарында қазір таңда білім сапасы орта деңгейден жоғары. Білім сапамыз қазір таңда 52%-бен 3-ші тоқсанды қорытындыладық. 4-ші тоқсанда 60 болмаса да 58%-ке жетеміз деген мақсатымыз бар. Жалпы жылды қорытындылағанда 52%-бен қорытындылаймыз деген алдағы өзіміз мақсатымыз бар. Қазір таңда балдарымыздың ешқандай құқық бұзушылығы тіркелген жоқ. Негізінде Түркістан облысында педагог-психологтардың біліктілігін арттыру үшін биылға 4 тәжірибелік семинар ұйымдастыру жоспарланған. Шардара ауданында өткен бұл іс-шара жоспар бойынша екіншісі. Бұған дейін өңірдегі осы сала мамандары Жетісайда бас қосып тәжірибе алмасқан еді. Әлі 2 семинар өтеді. Соның барлығы аяқталғанда өңірдегі 400-дей маман қамтылады деп күтілуде.